Сәлем достар, Казкуиз каналына қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерді қызықты детективтік және логикалық жұмбақтар күтеді. Комментарийге нешеуіне дұрыс жауап бергеніңізді жазуды ұмытпаңыз. Егер сіз әлі Казкуиз арнасына жазылмаған болсаңыз, қызыл жазылу батырмасын басып, қасындағы қоңыраушаны қоса кетіңіз. Сонда біздің жаңа қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Жұмбақ 1. Бір отбасы жаңа жыл қарсы алу үшін қала сыртындағы үйіне жиналды. Үйде анасы, әкесі және 3 ұлы болды. Кенет қонақ бөлмеден шынның сынған даусы естілді. Анасы бөлмеге кіріп келсе, еденде қымбат ваза сынып жатыр екен. Балаларын шақырып алып сұрады: "Қайсыңдар сындырдыңдар?" Балалар жауап берді: "Арман, мен өз бөлмемде кітап оқып отырғанмын. Алматы, мен компьютерде ойнап отырғанмын. Нурикл, мен бассейн жанында күнге қыздырынып жатқанмын" деп балалары жауап берді. Сұрақ: кім өтірік айтып тұр? Вазаны кім сындырды? Жауабыңызды пікірге жазыңыз. Жауабы: вазаны сындырған Нурик. Себебі: оқиға жаңа жыл қарсаңында, яғни қыс мезгілінде болып жатыр. Мұндай ауа райында ешкім бассейн жанында күнге қыздырына алмайды. Сондықтан Нурик өтірік айтты, демек вазаны да сол сындырды. Келесі жұмбаққа көшейік. Қала сыртындағы бір елді мекенде тонау оқиғасы болды. Үй иесі кешкісін үйіне оралғанда барлық қымбат заттардың ұрланғанын байқады. Оқиға орнына келген полиция айғақтарды мұқият қарап шығып, тонау түс кезінде болғанын анықтады. Күдікке іліккендер қасындағы үйде тұратын 4 досы, оларды полиция бөлімшесіне жеткізді. Сол жерде олар бәрі бір дауыстан айтты: "Бүгін таңертең бәріміз бірге қалаға іс бойынша барып келдік. Қайтар жолда көлігіміздің дөңгелегі жарылып, үйге тек кешке ғана жеттік. Сол себепті біз тонауға қатыса алмаймыз" деп жауап берді. Полиция қызметкерлері олардың әрқайсысын жеке-жеке бөлмеге орналастырып, бір ғана сұрақ қойды. Жауаптарын тыңдағаннан кейін тергеуші бірден олардың өтірік айтып тұрғанын түсінді және бәрін қамауға алды. Сұрақ: полиция оларға қандай сұрақ қойды? Сіз не деп ойлайсыз? Дұрыс жауап: полиция әрқайсысынан сұрады, қай дөңгелек жарылып қалды. Сонда әр дос әртүрлі жауап берді. Бірі алдыңғы оң жақ деді, бірі артқы сол жақ, тағы бірі артқы оң жақ, тағы басқа. Егер олар шын айтып тұрса, бәрі бірдей дөңгелекті айтуы керек еді. Солайша полиция олардың алдын ала келісіп алған өтірігін әшкереледі. Жауапты дұрыс тапсаңыз, сізде тамаша логикалық ойлау қабілеті бар. Келесі жұмбаққа көшейік. 3-ші жұмбақ. Жалған жәбірленуші. Детективтерге бизнес орталықтан шұғыл қоңырау түсті. Келіп жеткенде бір компанияның директоры "мені тонап кетті" деп шағымданды. Оның айтуынша, оқиға дәретхана бөлмесінде болған. Ол дәл сол сәтте қолын жуып тұрған. Кенет біреу арт жағынан келіп, басынан ұрып, ол есінен танып қалған. Кейін есін жиғанда барлық қымбат заттары мен әмияны қалтасынан жоғалып кеткенін байқаған. Полиция оның сөзін мұқият тыңдады. Бірақ бір сәттен кейін оның өзін қамауға алды. Олар: "Сіз бұл тонауды өзіңіз ұйымдастырдыңыз" деді. Сұрақ: неге полиция оны өтірікші деп шешті? Ойлап көріңіз. Дұрыс жауап: жәбірленуші мен раковинада қол жуып тұрған кезімде қылмыскер арт жағымнан келіп, мені байқатпай ұрып кетті деді. Бірақ әрбір қоғамдық дәретханадағы раковинаның үстінде айна болады. Сондықтан, егер ол расында қол жуып тұрған болса, артына жақындап келе жатқан адамды айнадан міндетті түрде көретін еді. Яғни оның артынан білдірмей келу мүлде мүмкін емес. Осылайша полиция оның оқиғаны ойдан шығарғанын бірден түсінді және өзіне қылмыстық іс қозғады. Жауапты дұрыс тапсаңыз жарайсыз. Сіз нағыз логикалық ойлай білетін жансыз. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.